Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Наполеон тортын дайындаймыз. Бұл рецепт ең оңай және ең дәмді рецепт деп айта аламын. Ал бастайық. Алдымен сары майды саламыз. Майымыз комнатный температурада болуы қажет. Содан соң бір жұмыртқа саламыз. Кішкене тұз бен жарты кесе су құямыз. Сосын қажетінше ұнды қосып, жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Содан кейін қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді Наполеонның кремін жасайық. Сары май, сгущенка араластырып және бір қасық сметана қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мен миксермен араластырдым. Осылайша әдемі крем шықты бізде. Енді қамырымызды алып 7 бөлікке бөлеміз. 7 бөлікке бөліп, әрқайсысын жұқа етіп осылайша жаямыз. Оны 180 градуста 1,5-2 минутта әрқайсысын пісіріп аламыз. Сөйтіп 6 тестаны осылай крем жағып, бір-бірінің үстіне қойып, тортты жинаймыз. Ал 7-ші бөлігін осылай майдалап, торттың бетіне сеуіп қоямыз. Достар, өте дәмді шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Наполеонымыздың қамыры қатты емес, жұмсақ емес, қытырлап өте дәмді шықты. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырамыз. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.